Құран кәрімдегі көктен түскен дастархан 5-ші сүре Әл-Маида 111-115 аяттарда сол уақытта елші хаварилар: «Ей Мәриям ұлы Иса Мәсіх, Хақ Тағала бізге көктен дастархан түсіре алады ма? Біз одан жегіміз келеді. Айтқаның шындық па? Соған көз жеткізіп иланайық және куәгер болайық» деді. Сол кезде Мәриям ұлы Иса Мәсіх: «Ей Хақ Тағала, бізге аспаннан дастархан түсір. Бұл сенен бір белгі, айғақ болсын. Бізді ризықтандыр» деді. Сол уақытта Хақ Тағала: «Күдіксіз мен ол тағамды көктен түсірем. Сонда кім күмән келтірсе, мен оны дүниеде ешкімді азаптамаған азаппен қинаймын» деді. Иса Мәсіхтің елші хаварилары Інжілден бұл туралы куәлік келтірді. Бірақ кейбір адамдар сенбеді, кейбір кенттің халқы білмеді. 16-ші сүре Нахл 40-ші аятта және 21-ші сүре Әл-Анбия 7-ші аятта адамдарға уахи ретінде еркектерді ғана елші етіп жіберген еді. Егер білмесеңдер, кітап иелерінен сұраңдар делінген. Бұл Хақ Тағаланың куәлігі.